Ассаламағалайкум, Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір алаңына пікір қалдырып кетіңіздер. Алдыңғы өткен аптада бұқамызды Алматыға тиеміз деп видео шығарған болатынбыз. Сол Алматыға апарып, аман есен сойдырып қайттық бұқамызды. Енді көп кісілер сұрап жатады, пікір алаңына қалдырып, 1,5 жасар бұқа байласақ, 6 ай, 5 ай ұстайтын болсақ, неше килограмм салмақ береді деп. Оны енді сіздің байлаған, сосын қараған уақытыңыз, қанша ай байласыз, соған байланысты. 6 ай байласаңыз, мысалы, мына бұқалар 5 ай 17 күн байланды. Сонда енді бұның малдың сапасына байланысты ол. Қандай сіз мықты бордақылайтын болсаңыз да, малыңыз бір сапалы болмаса, ол бір керемет салмақ бере алмайды. Сол үшін мал таңдаған кезде сапалы, дұрыс мал таңдау керек. Ал енді бұқамыздың салмағына келетін болсақ, бірінші тұрған қоңыр бұқамыз кішкене болған, ол 186 килограмм. Ал енді оның қасындағы қоңыр бұқа 206 килограмм. Ал енді одан кейінгі сары бұқа 203 килограмм. Ала бұқамыз 193 килограмм берді. Одан кейін арғы келесі бұқамыз 196 килограмм. 225 килограмм. Мына жақтағы ол анау тоқал бұқа 225, анау 219 килограмм берді. Тағы ана қасқа бұқа 195 килограмм. Ана қоңыр бұқамыз Алатау 244 килограмм. Оның қасындағы қара 199 килограмм. Тағы бір бұқамыз қалып қалды, ол 207 килограмм. Ал енді қызыл бұқамыз 228 килограмм. Ана жаңағы 207 килограмм деген ол бір-екі бұқамыз енді шатасып тұр. Барлығының таразыға түсіргенді түсіріп алғам өзім суретке. Содан көріп айтып тұрмын. Енді о жерге барғанда қайсы бұқа қайсы екенін адам өзі біле алмай қалады. Енді бір қораның бұқасы болғаннан кейін нақтылы осы бұқа дедімдағы кіргізіп өлшеген кезде осы бұқа осы салмақ берді ғой деп жоспарлап тұрмын. Сонда ортағы барлығының салмақтарын қоссақ, сонда жалпы бұқаның салмағы 207 килограммнан айналды. 207 килограммнан 3 келе скидкасы бар. 204 килограмм. Оны 2400-ден өткізілді. 489.600 теңгеден бір бұқамыз. Бұда енді бұл малдарымызды алдық. 220.000-нан келді ортаға. Ар қарай жем шөбі Алматыға алып барған жолымен оған 120.000 есеп шығардық. Сол кезде біздің қолымызға тиген ақшамыз 149.600 теңге. Пашты 150.000 теңгеден бір бастан қалдырды. 150.000-нан пайдасын алып қайттым. 12 бұқам 5 ай 20 күн, 17 күн тұрды. Біреусі 3 ай 20 күн тұрды. Ол енді 200 килограмм берді. 199 килограмм сол берді. Анау қасқа бұқа 207 берген екен, жаңа жаңылып қаптым. Айып етпеңіздер. Осылай жемнің рецебіне көшсек, 30% жүгері, 30% арпа, 10% бидай, 10% кебек, 5% жымық, 5% шрот.
ендігі жасап атқан жемнің рецебі солай. Негізінен 5% жымық аз болады, сондықтан жымықты 8%-да 10%-ге дейін көтеру керек. Ана қалған жемдерден пайызын төмендетсеңіздер болады. Осылай болды бұқамыздың пайдасы. Салмақтар енді 1,5 жасардың базардағы көктемде 6 айдың бірінде алған кезде бұлар өте кішкентай, базардағы елдер менсінбеген малдар болған. Сол үшін осы салмақтар өзіме көңілімнен шықты. Әр қазақ бай қуатты болсын, бұқа бордақылаумен айналысыңыздар, байыңыздар, кәсіптеніңіздер. Енді басқа бизнестеріңіз болса әрине жақсы, бірақ енді қандай бизнеспен айналысам, қандай мал бағам деп жүрсеңіздер, мал бордақылаумен айналыссаңыздар болады. Және де кеңестер аламын десеңіздер, әр қазақтың баласына көмегімізді аямаймыз, тегін кеңесімді беремін. Телефон 8771 413 14 17. Сіздерден көмектеріңіз тек қана видеоны толық көріп, пікір алаңына жақсы лебіздеріңізді білдіріп, лайкты басып, және мал бордақылайтын достарыңызға жіберсеңіздер болды. Одан артық ештеңенің керегі жоқ. Енді өзімнің білген осы 3-4 жылдағы мал бордақылап жатқандағы өзімнің тәжірибелеріммен бөлсем. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода жолығайық. Аман болайық.